айттым, все же бұл ақшаға байланысты болғандықтан керек болады запись. Бүгін қарасаңыз, например, ертең тағы да қарай алатын боласыз. Одан кейін тағы да 1 айдан кейін, 2 айдан кейін, возможно да. Записті 3 ай сақталады деп айтайын мен. Өйткені, енді барынша беруге тырысам. Естіледі тұр дейді, күшті. Қыздареке, мен сіздердің звукты қостым. Звукты қостым, себебі мен сіздерден кері байланыс сұрап отырам. Қазір каждыйыңыз қағаз, қалам аласыздар, ручка мен қағаз. И сол жерде каждыйыңыз өзіңіздің установкаңызбен жұмыс жасайсыздар. Топтық дегенімен, бұлар барлығы почти жеке форматта. Алдымен өзім таныстырып кетейін. Атым жөнім Сыдықова Жанар. Осы психология бағытында 5 жылдан бері, 2 жыл в основном өзіме құйдым білім алуға. 3 жылдан бері терапияны жүргізіп жатырмын. Қазір ақша бағытына кеттім, себебі ақшаның астында қаншама боль жататынын түсіндім да. Көп адам ақшаға басқаша құндылық беріп тастаған. Алдымен кішкентай ғана ақпарат беріп өтейін сіздерге, көп емес. Кішкентай ғана ақпарат берем, одан кейін уже біз бастаймыз диагностиканы. Бүгінгі күн диагностика. Диагностика дегеніміз, біз ақшаға байланысты өзіміздің установкаларымызды табу керекпіз да. Ақшаға байланысты установкаларыңызды тапқан кезде уже түсініп тұрасыз, не үшін қазір сізде осы жағдай болып жатқан. Мысалы, қазір сіздің ақшамен қарым-қатынасыңыз қандай? Біреулер қарызда болуы мүмкін, біреулерге ақша жетпей жатқан болуы мүмкін, біреулер ақша келсе де тез жаратып тастап жатқан болуы мүмкін. Енді әркімде әртүрлі. То есть бұл диагностиканы ары қарай да бір ситуация болады, спокойно қолдана бересіздер. Қараңыздар, біз бүкіл жерде естігенбіз, сана болады, бейсана болады деген бүкіл жерде естіп жүреміз да. Саналы тұрғыда бейсақ пайыз. Бірақ саналы тұрғыда біз жақсы өмір сүргіміз келеді, ақшалы болғымыз келеді, например, комфортты өмір сүргіміз келеді, мысалы, шынымды айтсам, енді бүкіл жақсылықтың барлығын қалаймыз ғой. Жақсы киім кигенді, жақсы жерлерді көргенді, например, бұл саналы тұрғыда ғана. Бейсаналы тұрғыда мүлдем басқа ақпараттар тұрады. Сана 5% болғандықтан, оның бейсананы, подсознанияны басқаруға күші жетпейді. Подсознанияда ақпараттардың барлығы біздің кішкентай кезімізде жазылды. Мысалы, кішкентай кезімізде бала 12 жасқа дейін аппақ парақ сияқты. Ол туылған кезде аппақ парақ сияқты да. Ода ешқандай установка жоқ. Ол не көрді, не естіді, қандай жағдай болды, соған байланысты оның подсознаниясы как будто былай ашық, барлық ақпараттар құйылып жатады. Ақшаға байланысты, әлемге байланысты, адамдарға байланысты, Аллаға байланысты, жалпы әке-шешесіне байланысты, өзіне байланысты, полный ақпараттар құйылады, подсознанияға құйылады. То есть оның программасында осындай ақпараттар тұрады. Біз сол программаның ішінен қазір ақшаға байланысты жұмыс жасаймыз, бірақ біздің мировой, то есть біздің картинкамызда ақша деген басқаша құндылық болғандықтан, біз ақшаға сондай жоғары деңгейде бастадық та. И онымен сыналып жатады көп адамдар, Сондықтан мен просто бұның сізге жай ғана, например, картошка жоқ болып қалады деп переживать етпейсің ғой. Су таусылып қалады деп переживать, уайымдамаймыз ғой. Солай ғой. Например, тағы не бар? Кез келген нәрсе мысалы. Тағы дәптер таусылып қалады деп уайымдамаймыз. Тағы да басқа, сол секілді просто жай ғана ақша ол деп қарайтындай, оны уайымдамайтындай, спокойно, еркін жүретіндей бір деңгейге келсеңіздер, ақша жүрекке түспесе, сонда өмірімізде спокойно ақша бізге жеңіл келеді деп түсіндіргім келеді. Бұл этаптан өзім өттім. Өткеннен кейін спокойно айтып бере аламын да. Қасымдағы адамдар қанша бизнесі барлар, қанша миллионер шәкірттерді шығардым, қанша жұмыс жасап жатырмын, эксперттер болсын, астындағы нәрсе, ақшаға байланысты астындағы нәрсе басқа құндылық. Мен осы нәрсені түсіндіргім келеді. Мына құндылық бөлек, ақша бөлек деп түсіндіргім келеді. Қараңыздар, бейсаналы тұрғыда бізге айттым, ақша кішкентай кезіміздегі ақпараттарға байланысты жазылып тұр дедім. Подсознанияда жазылып тұр. Мысалы, кішкентай кезімізде не көрдік? Ақшаны көп жұмыс жасаған көрдік. Ақша табу үшін адамдардың, әкем, анам, көршім, или бастығым, мұғалім, тіпті телевизорда, например, ақшаға байланысты көп әрекет жасап жатқанын көрдік па? Ақша пақат еткенде келеді деген осындай установка тұрады.
Міне осы установка біздің өмірімізге толық әсер етеді. Біз әрекет жасап жатамыз, күнделікті қолымыздан келген әрекеттерді жасап жатамыз, бірақ бізде нәтиже болмайды. Себебі мына блок тұрғандықтан. Сіздерге қазір бүкіл жерде айтып жүрмін. Екі түрлі адамның установкасын түсіндірейінші. Екі түрлі адам бар деп айтайын, иә? Мысалы, бірінші адам ақша жоқ деген установкасы бар оның. Мына адамның ақша жоқ деген установкасы бар. Бұл адам қандай адам? Например, бұның установкасы ақша жоқ дегендіктен наным сеніміне айналады. То есть әлемде ақша жоқ. Бұл оның сенімі. То есть ақшаны да, басқа нәрсені де жаратқан Аллах Тағала ғой, бізге беріп отқан, оны адамдар арқылы, например, жемістерді прямой өзі жаратты. Неше түрлі, мысалы, жүзім бар, иә? Ақ жүзім бар, қара жүзім бар, сары жүзім бар, көк жүзім бар. Например, әр түрлі жүзімнің түрлері бар. Оны прямой Аллах Тағала жаратты, чтобы біз ойлануымыз үшін, әр түрлі жүзімдер. Ақшаны адамдар арқылы жаратқандықтан, адамның ол жерде рөлі бар да. Сол үшін рөлі болғандықтан, адамның энергиясы, оған кеткен уақыты, оған кеткен күші есептелінеді. Сол үшін негізі ақша төленіп жатыр. Түсінбесеңіздер, тағы да қарап көріңіздер видеоны, запись сақталып жатыр. В общем, осындай ақшаға байланысты установка тұрған кезде, ол адам, например, мына адамның ақша жоқ деген установкасы тұрған кезде, мысалы, оған мына миы, то есть ми болғанда, бүкіл әлемді жаратқан Аллах Тағала дедім ғой, сол наным сенімі болғандықтан, оның алдында осындай ситуациялар келіп жатыр, оның алдына, чтобы мына ішіндегі сенімін, установкасын ауыстыру үшін. Бұл жерде өзіміз болғандықтан ашып айтып жатырмын. Психологияда ми деп түсіндіреді. На самом деле бұл біздің сеніміміз ғой. Біздің көз қарасымыз ақшаға байланысты, біздің түсінігіміз ақшаға байланысты деп айтайыншы. Біз үйтіп сенгендіктен, әлемде ақша жоқ дегендіктен, біз бүкіл адамда ақша жоқ деп жатырмыз да. Сондықтан бізге ақша келу үшін мына жағдай болып жатыр, мына жағдай болып жатыр, біз түсінуіміз үшін. Мына бір жағдай келді, біз түсінбесек оны, екінші рет тағы да сондай жағдай келеді, бірақ одан да больше. Ол кезде түсінбесек, тағы да сондай жағдай келеді, одан да больше. Тағы да, чтобы біз ана установкам, менде осындай установка бар екен ғой, наным сенім бар екен ғой. Значит, мен ақша жайлы, адамдар жайлы, әлем жайлы, Алла жайлы дұрыс ойламай жатыр екен ғой, деп сол установкамызды ауыстырып тастауымыз үшін, наным сенімімізді ауыстыру үшін. Бұл ауысқан кезін қалай байқайсыздар? Бәсе, түсіндім. Деген адамда сондай бір түсінік пайда болады, трансформация жүреді ішіңізде. Екінші адамның установкасын түсіндірейін. Әлемде ақша көп. Ақша ол энергиямен, мысалы, қанша адамдарға пайдалы боласын, сонша ақша келеді. Мысалы, ақша үшін мен қиналмай мүлдем. Мен барынша адамдарға пайдалы болам. Сол кезде маған ақша келеді. Мен барынша қызмет етем. Көп ақша табу үшін маған өліп талып жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Мен просто, например, мимен делегировать етіп қойсам да болады. Например, команда создавать етіп қой, например, жүйе создавать етіп қой, например, бір бизнес создавать етіп қой, стратегия создавать етіп қой. Осы кезде мен өліп жұмыс жасауымның қажеті жоқ. Физически өліп талуымның қажеті жоқ та. Мен өзімнің шайымды ішіп, тыныш, спортыма барып, бассейніме барып, спокойно жүре берем. Ақшам алған келіп атады. То есть ақша келудің екі жолы бар. Либо сенің сол жерде бірге болуың, физически әрекет жасауың, либо сен ол жерде жоқсың, ол саған келеді. Өйткені сен ана жерде системаны создавать етіп қойдың. То есть әлемде ақша көп, ақша оңай. Мына системаны создавать еткен адам, например, көп адамдарға пайдалы болып жатыр ғой. Оның қолында көп адамдар жұмыс жасап жатыр. Көп адамға жұмыс беріп жатыр бұл. Соның арқасында ол еркін, оның уақыты бар, ол өзіне ұнайтын нәрселермен айналысады. То есть осындай мышление, получается, кедей мышление, бай мышление. Бай мышление сізге қалаған суммаларыңызды алып кеп береді. Сіз ол ақшаға қадалып бүйтіп, ойбай, қазір ақшам таусылып қалады, ақша как будто келмей қалады деген сияқты сіздің қорқыныштарыңыз болмайды. Или ақшаны табу үшін адам өліп талып жұмыс жасау керек деп шаршап өзіңізді выгорать етпейсіз. Көрдіңіздер ма? Получается, екі түрлі адам
Біреуінің установкасы ақша жоқ, сол ақша жоқ дегендіктен бұл физически өліп талып жұмыс жасап жатыр. Азаннан кешке шейін. Недовольный еще, я. Жеткісі келеді, жетпейді. Қорқыныштары бар. Жауапкершілікті алайын десе қорқыныштары тұр. Сол үшін мұның миы миллион ситуацияны алып келіп беріп жатыр. Ақша жоқ деген. Мысалы, миллион табатын зарплата бар, айттым, я. Тоже мына жерде де айтайын. Миллион беретін зарплата беретін бір жұмыстар бар. Я? 100 мың зарплата беретін жұмыстар бар. Мына адамның миы қандай зарплатаны көрсетеді? Ақшасы жоқ, 100 мың, 200 мың, мошенник, или ана ақшасын әрең төлейді, или біреудің ақысына кіріп кетеді, например, осындай жұмысты көрсетеді. Потому что бұның установкасына жерде наным сенімі жүрегінде ақша жоқ. А мына адамның установкасы әлемде ақша көп. Ақша оңай келеді. Ақша жеңіл келеді. Адамдарға қызмет етсең жеткілікті. Қалай қызмет етесің? Не важно. Например, пайдалы болам деген сөз ғой. Любой адам пайдалы болады. Кім түсінді, кім түсінбеді. Давайте, кішкентай ғана бір сөйлеммен, екі сөйлеммен бір-бірімізді таныстырайық осы жерде сіздермен. Одан кейін түсінген, түсінбегеніңізді айтып кетесіздер. Микрофонды қоса аласыздар астынан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, атыңыз? Есімім Жұлдыз. Сізді енді мен тиктоктан көріп қалдым. Осы психология, психотерапия деп айтып жатқаныңызда. Негізі сол ақша, дұрыс айтасыз. Вроде ақшаға байланысты мышлением дұрыс сияқты, бірақ ақша жоқ дегенмен. Сіздің бір қазір сізге айтып алайыншы, мына скачок деп айтасыз ғой, скачок деп. Сол скачок арқылы бір жылда қалай үй алуға болады? Соны сізден жеке терапия алғым келеді. Қазір Жұлдыз ханым жаным, ол жеке терапия басқа, оның барлығы айтылады потом, я? Қазір танысайық. Жұлдыз, есімім Алматыданмын. 4 балам бар. Қуаныштымын танысқаныма, Жұлдыз ханым. Есіліп тұрмын ба? Саламатсыздар ма? Жазира ханым есіліп тұрсыз. Саламатсыз. Мен есімім Арайлым. Жанар ханым, жалпы енді сіздің айтып жатқан информацияларыңыздың бәрі маған бүгін ертең естіп тұрған жоқ емеспін. Жалпы негізі өзім де самооценкам жақсы ол жағынан. Жалпы мен негізі интенсивқа кірген нәрсе менің доходым көтеру мақсатында кіргем ғой. Мысалы болады адам бір нәрсені жұмыс жасап жүреді да, и бір потокта тұрып қалады. Именно менде сондай бір потокта тұрып қалдым. Енді ары қарата мен дальше жұмыс жасау кереккен примерно миымен біліп тұрмын, потому что енді ол ақшаны тауып жүргеннен кейін. Бірақ оны жасамай жүрмін да, вот. Яғни мендегі осы блок деген сөз, иә, осы нәрсемен жұмыс жасағым келеді, яғни доходты көбейткім келеді. Түсіндім, масштаб хочу. Бір сөйлеме, масштаб хочу. Иә, масштаб хочу. Все, болды, түсіндім. Қайырлы кеш. Есімім Мажар, Алматыдан. Аллаға шүкір, сіздің былтыр бір марафоныңызға қатысып, ана ішімдегі больдарды Аллаға тапсыру, медитация дегендеріңізді тыңдадым. Өте жақсы көмектесті. Алла разы болсын. Аллаға шүкір, табысты табам, бірақ қалай десем, табысты тапқан кезде финансовый жаңағы грамотностьті оқып үйреніп отырсаң да мынау сақтау керек, мынау үйту керек деген нәрселердің бәрі жасап отырған кездің өзінде и ақша келеді келмейді емес, бірақ сол ақшаның жұмсалып кетеді да. Ішімде бір установка бар сияқты да, мына келген ақша қазір мына жерге қарай мына жыртық тесіктің бәрін жамап жұмсап тастамасам, ол жоқ болып кетеді. Келген ақшаны сразу жойып жіберу керек сияқты установка бар. Иә, чувство вины. Ақшаға өзіні кінәлі сезімі. Все, қазір как раз өздеріңізбен жұмыс жасап аласыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен де сізді біраз уақыттан бері көріп, сабағыңызды тыңдап, сабақ алғам, курс сатып алғам алдында. Мен өткен жылы кішігірім өзім бизнесім бар еді базарда, бірақ сауда қазір интернет заманына ауысқан себепті мен ол жерде аренда төлеймін, бала шағама қарайтын адам болмай базардан шығып кеттім да.
Енді менде бір не андай состояниеда қалып қойдым. Ешқандай жаңағы не істесем болады, бір жұмыс істемесем, кәсіп істемесем болмайтын сияқты. TikTok саласын үйренсем ба деп кішкене о жағына да бейімделдім. Бірақ өзімді істейім деген ниет бар, соған бара алмай тұрмын. Қорқып тұрмын. Вот қыздар айтып жатсыздар, иә? Жазира ханым, сізде опыт бар, сізде товар бар. Сіз қай жерден товар алатынын біле аласыз. Білесіз. Иә. Қазір Білемін. TikTok ол базар, онлайн базар. Аха. Бұны ешкім жасырып жатқан жоқ. Бәрі қазір TikToktан сауда жасап жатыр. Аха. TikTokқа кіресіз де саудаңызды жасайсыз. Ол жерде сізге помещение де керек емес. Ештеңе керек. Товар қолыңда тұрса болды, жеткілікті. Бірақ соған кіре алмай тұрған не себеп? Қорқыныш. Қорқыныш. Критикадан қорқады, экранға шығудан қорқады, адамдарға көрінден қорқады. Әркімнің әртүрлі таракандары. Осы қорқыныш, бір айттым ғой, бүкіл жағдайдың басы бар. Осы басын қазір тауып аласыздар. Қорқыныш сізде, Жазира ханым. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мен өткенде сіздің техникаңызды осы бастадым ғой, сатып алып. Ақша шақыру техникасын. Бірақ енді соны әлі дұрыстап түсіне алмай жүрмін. Бақыт ханым, бұл жерде ля техникасы емес, бұл жерде ақшаға байланысты блоктармен. Соны жай сұрап тұрмын. Сосын енді айтайын дегенім, бүгін бір какой-то не болды менде, білмеймін енді. Баяғы балалық шағым есіме түсіп, бір как-то бір сондай жыладым ба, бірдеме болды. Сіздің бір неңізде жазылды ғой, сондай бір нелерде адам жалғыз қалуға болмайды деп. Сол жайлы сұрайын деп ем. Ақшаға байланысты сұрағыңыз бар ма, Бақыт ханым? Бар ақшаға сұрағыңыз. Мен де сол сауда жасаймын, жақсы жүреді саудам, бірақ одан кейін тоқтап қала береді саудам. Тоқтап қала береді саудам? Келеді, бәрін жақсы істеймін. Келген ақшаны қайда жұмсайсыз, Бақыт ханым? Сол кейде қайтадан сол товарға салам. Товарға салам. Магазинді болды. Расчет жоқ қойды. Оборот қанша болып жатыр, таза пайда қанша болып жатыр, вообще жүрмейді, иә? Жүрмейді сол, білмей тұрмын. Осы нәрсені қолға алу керексіздер. Все, онда қыздар, диагностиканы бастаймыз. Бақытты жоғалтпай. Примерно түсіндіңіздер ғой? Қазір мен сіздерге карта көрсетем и сіздерге сұрақ қойып отырам. Сол сұрақты сіздер жазасыздар өздеріңіздің қағаздарыңызға. Мен сұрақ қойған кезде, карта көрсеткен кезде 3 секундта қандай ой келді, сол ойды жазасыздар. Ештеңкені ойлап қажет емес. Не болады, қалай болады. Барлығына рұқсат бересіздер өздеріңізге. Просто сұраққа жауап бересіздер. Картаға қарап, сол сұраққа жауап берсеңіздер жеткілікті. Каждый адамның ішінде, подсознаниясында қорқыныштарыңыз бағанағы, блоктарыңыз өзіңіздікі шығады. Өзіңіздікін түсінетін боласыз. Аяғында травмаларды ашып жібермейміз. Аяғында кішкентай ғана проработка жасап жүретін боламын. Бүгін в основном установканы табамыз. Полный установканы табу. Ертең сол установканы ауыстырамыз. Сол үшін 2 күндік деп қойдым. Хорошо, кеттік онда. На картаға қараймыз. Дұрыс көрініп жатыр ма ең бастысы? Отсвечивает. Иә, көрініп тұр. Енді қалай? Кішкене не қылыңызшы? Жоқ, жақсы көрінбей тұр. Көрінбей тұр, кішкене көрінбей. Жоғары, Жанар ханым, жоғары поднимите. Вот так, вот. Сұрақ. Сіздерге сұрақ. Ақша деген не? Денеңізге қараңыздар. Сезім қандай болып жатыр? Мен сұрақ қойған кезде. Деген уайым ба? Надоел деген шаршау ма? Или қуанып, рахаттандың ба? Ақша деген сөзді естіген кезде өзіңді қалай сезіндің? Тағы табу керекпін деген уайым ба? Қандай? Мына картинкаға қарап, ақша деген сен үшін не?
Жауабын айтсақ бола ма? Қазір асықпаңыздар. Каждый адам өзін жазсын. Мен жазған сияқты едім ана жерге. Көрініп тұр ма сізге, Жанар ханым? Жоқ, сіздердікі көрінбейді маған. Комфорт. Қыздар, артық звукты өшірейікші. Жазып алыңыздаршы. Сосын мен сұрақ қоям, сол кезде айтасыздар. Аха. Ақша деген сен үшін не? Просто ойыңа не келді, соны айт. Соны жаз. Ештеңкені придумывать етіп, логиканы қосмаған керек емес. Просто қалай бар солай. Болдық па? Болдық. Ақша деген сен үшін не? Кеттік, Ұлболсын ханым, не жазыңыз? Ақша, бірінші суретті көрген кезде ақша тиыннан құралады деген сөз ғана келді. Ал екінші ақша деген не деген кезде ол қорқыныш, кредитті төлеу и уақытылы төлеуден төлей алмау Деп кешіру жазыңыз. деген. Да, Всё, төлей алмау всё. кешіру деп жаздым. Жоқ, кредит бар, иә, қарыз бар. Да, бар. Соны уайымдайсыз. Басқаларда да сондай ма? Жоқ, мен Мен айтайын ба? бірінші ақшаны көрген кезде комфорт деген есіме түсті. Нем сразу сол келді. Ақша деген комфорт болды. Басқа ешнәрсе ойыма келген жоқ. Только осы ғана келді. Маған ақша деген не дегенге энергия деп қабылдадым. Ақшаны көргенде менде еркіндік болды, қуандым. Реакцияларыңыз, дененің реакциясы. Екі түрлі реакция бар. Дененің реакциясы, жанның реакциясы қандай? Менде айтсам болады ма? Мен өзімді еркін сезіндім, ақшаны көрген кезде қуандым. Менде ақша деген ол мүмкіндік дедім. Ақша деген кезде мүмкіндік өмірімді өзгерту. И денемдегі состояние, жүрегім дүрсілдегенін сездім. Волнение болды. Сол дүниелер болды. Осын жазып қойыңыздар, волнение болды, қарыз дегенде уайымдап кеттім, қорқып кеттім деген сияқты. Жаңағы комфорт деген ойлар келді саналы тұрғыда, бірақ денеге мән бермедіңіздер, иә? Соны жазып кетіңіздер. Өздеріңіз, каждый адам өзінің установкасымен жұмыс жасайды. Ешқандай сезім болмады дейді. Менде мынандай болды, Жанар ханым. Мен ана көргенде мен ана ақша менсінбедім. Ақшаны менсінбедім. Менсінбедім мен ана жерде, потому что долларларды көрген жоқпын. Маған это вообще ешқандай не болды андай. Эмоция жоқ, ну типа ақша ма, ақша деген сияқты болды. Тым сезінбедім. Бірақ білім анау артындағы бір ручканы көргенде, ну это білім деген сияқты ғой. Ақшаға білім арқылы келуге болады. Ну мынау ақшаға жету типа оңай деген ой болды да мағанша. Мына картинкада тиындар деген сияқты. Ау? Реакция қандай болды? Реакция вообще никак. Енем түсіп кетті дейді. Айтыңыздар. Ақша терімен келеді деп. Ақша қалай келеді? Терімен. Енді еңбекпен келеді. Еңбекпен келеді. Аха. И бірақ іштеме былай чувствовать етпедім. Чувствовать етпедім. Мұндай. Волнение іштеме болмады. Деген ойды ойлаған кезде қалай, денеңіз қалай болды? Соны сезін алмадым қатты. Іштен кетпейді. Хорошо. Анау чатқа жазып атқандар микрофонды қосып айтамыз. Мен айтсам бола ма? Ақша деген не деген кезде маған деген бірінші денемде андай қорқыныш сияқты сезім болды, сосын жауыз сияқты болды көрінді ақша. Жауыз сияқты көрінді ма? Жауыз. Жауыз сияқты. Соны жазып қойыңыз. Жақсы. Айтуға бола ма? Болады. Ақша деген кезде құрал, капитал деп шықты. Сонен екінші сұрақ қандай еді? Әйтеуір қиын келеді деп. Денедегі реакцияңыз қандай болды? Иә. Қазір сіздерге екінші сұрақты қоям. Реакцияларыңызға қараңыздар. Ең маңыздысы, денем мүлдем басқа нәрсені сөйлейді. Мысалы, айтып жатсыздар ғой, денем дірілдеп кетті. Бірақ қуандым. Екеу екі түрлі нәрсе да. Жан рахаты ма, или уайым ба, қайғы ма, или қалай қуаныш па.
И дене өзі бір береді, например, сескеніп кетуің, дірілдеп кетуің, или резко орныңнан тұрып кетуің, или қолыңмен бүйтіп нетіп отыру, оның барлығына қараңыздар, хорошо? Екінші карта. Так, көрініп отыр ма? Вот, енді көрініп отыр, да? Картаға қараймыз. Сізде жүрегіңіз тыныш болу үшін сізге қанша ақша керек? Жаның тыныш болу үшін саған қанша ақша керек деп ойлайсың? Вот мен комфортно өмір сүруім үшін, жаным рахат алу үшін, спокойно, уайымсыз, қайғысыз, спокойно өмір сүруім үшін қанша ақша керек деп ойлайсың? Жазамыз. Каждыйыңыз қағаздарыңызды жазып қойыңыздар. Қанша ақша керек деп ойлайсың? Вот спокойно, комфортно өмір сүруім үшін қанша ақша керек деп ойлайсыздар? Каждыйымыз жазамыз. Маған айына 5 миллион. Жазып болдық па? Иә. Жазып болған болсақ, кім қанша жазды? И 10 миллион, 10 миллион, 5 миллион, 5 миллион. Хорошо, енді мынандай сұрақ. Осы сұрақтың қасына дополнительный сұрақ. Осы ақша тап қазір сенде бар. Не істейсің оны? Дәл қазір бар. Давайте сұраққа жауап береміз. Жазира ханым, Маған дәл қазір 108 миллион дедім. Оған мен бөлмелі квартираны алам. Менің запросым 108 миллион болды. Мен оны крышадан көргем. Ақша келсе, мен сразу құртуға жүгірейін деп тұрым. Мен бүйтіп отырам тағы. Иә, мен 108 миллион деп жаздым. И ол менің цифраны, потом я вспомнил, мен не үшін қажет деген кезде, оказывается, мен 108 миллионға квартира көргем, по ЮЖК-дан 3 бөлмелі квартира. Квартираны алдыңыз, Ажар ханым. Иә, вот именно, вот сол нәрсе ғой. Мен квартираны алдым, ары қарай не істеймін деген сұрақ ішімнен туды да. Неге мен оны 108 емес, 158 деп жазбаймын. Неге 200 миллион да? Вот, ақша келді, жараттым, все, жоқ. Деп отырым. Қайдан ақша табам? Опять сол нәрсе да, маған миллиондар келмейді емес, келеді. Иә. Бейсаналы тұрғыда ақшаны шашып тастап. Хорошо, келесі кім? Жұлдыз 5 миллион деп, сразу 5 миллион деген келді, айына 5 миллион тапсам норм сияқты. Қайда жұмсайсыз? Иә, негізі қазақтың біріншісі квартира мен машина ғой. Бірақ квартирадан хочу. Соны алатын едім, айына 5 миллион тапсам соған жинайтын едім. Квартира алдыңыз, машина алдыңыз, дальше что? Дальше, егер айына ары қарай 5 миллион, 10 миллион тауып ататын болсам, шынымен, білмеймін енді, ол кезде қалтамда болған кезде, қандай болатын білмеймін. Жоқ, бағанағы жомарттық деген есіме түседі, көмектесу деген есіме түседі. Ана көшеде зеленый базарлардың қасында үлкен апаларымыз тұрады. Жаным, сол көмектесу үшін ақша керек емес. Бірінші сол келді ойыма. Онда дұрыс емес болып тұр ғой, иә? Дұрыс емес деген сөз жоқ. Бірінші Жанар ханым сол ойыма келді. Білмеймін. Неме қатып қалдым. Дұрыс емес деген сөз жоқ. Просто бейсаналы тұрғыда шашып тастап жатырық. Бұл байдың мышлениясы, кедейдің мышлениясы деп айтып отырмын ғой. Шашып тастау, жоқып тастау. Түсіндім. Келесі ханым. Мен қазіргі кезде 30 миллион теңгем болса дедім, ай сайындық табысым 1,5 миллионнан төмен болмаса деген арманым болды. Мен бизнеске салар едім. Қанша ақша табылады соны. Қандай бизнеске саласыз, Жазира ханым?
Ал Қандай енді бизнеске саласыз? жаңа бизнестердің түрі көп қой мысалға. Ақшаны шашып тастайтын едім. Жоқ, ақша табатын жаққа салатын едім. Ол бар ма? Табатын жақ? Иә, бар. Қандай бизнес айтып жатырмын ғой, сұрап жатырмын ғой сізден. М, Бар ма нақты стратегияңыз, мынандай бизнесті хочу, былай деген Аха. сияқты. Менде үлкен өзімде нелерім бар, армандарым, жоспарларым бар. Мен солған салсам деген. Немен айналысасыз Жазира ханым қазір? Қазір мен үйдемін. Өзімде қаражат жоқ. Жұмысымды Бизнес жасап көргенсіз ба? Иә, бизнес жасап көрген. Базарда сатып істегенмін. Түсіндім. Хорошо, келесі ханым. Мен айтсам бола ма? Иә, Менің даусым естіп тұр ма? иә. Маған 10 миллион қаражат болса айналым салар едім. Қандай айналым? Ателье, перде салонын ашып, қазір қол қысқа болып тұр. Ақша келет, бірақ сол кредитке кетет, ішіп жемге кетет. Кредитке не алдыңыз? Сол заттар, анау-мынаулар, сол машина алдым, товар алдым, товардың ақшасын жұмсап қойдым. Сол ақша келген кезде кәдімгі настроением болады да, ал ақшам кішкене азайып қалса, бірден резко настроением түсіп кетеді, жел шығып кеткен баллон сияқты. Нәтиже көрсем ғана қуанам, нәтиже жоқ болса қуанбаймын. Иә. Себебі нәтиже үшін сізді мақтады ма? Бір нәрсені жасап қойсаң, молодецсің. Иә. Бір нәрсені Да, сол жақта проблема Тоғжан ханым. Мен бір нәрсені жасасам ғана маңыздымын. Условный махаббат дейді ғой, сол. Қазір айтамыз, бүгін чисто установкалар шығарып жатыр қыздар. Бұл сіздің установкаңыз. Жазып қойыңыз, условный махаббат. Иә. Бақыт ханым. Аха. Енді жаңа сіз неткен уақытта менде мынандай не пайда болды. Бұл енді ақша жаңағы. Есебі жоқ, тек оны бір Алла ғана біледі дедім да. Күшті. Нақты цифра жаздыңыз ба? Аха. Оның цифра болғанда енді өтірік айта алмаймын мен. Цифра жаза алмадым. Тек Алла біледі деп тұрмын оны. Менің қолымда есебін өтірік жаза алмадым да. Бірақ енді егер менің қолымда Бақыт ханым, мен сізге сұрақ қоямын. Сіз су ішкіңіз келеді. Иә. Су ішкіңіз келеді. Мен сіздің аузыңызға 2 литр суды құям. Сіз айтасыз, Алла біледі деп айтасыз маған. Түсінесіз ба? Естірім. Жоқ, түсінім жатсыз ба? Түсіндім. Мен сіздің аузыңызға 2 литр суды құям. Сіз айтасыз, Алла біледі. Мен 3 литр құям, мен 4 литр құям. Сіз Алла біледі деп шеп жата бересіз. Как вам? Жоқ, оны тұншығам ғой. Иә, вот. Ақшады тура осындай. Жанар ханым, менің установкам қандай болды? Жомарттық дедім ғой бағана сізге. Жұлдыз есімі. Қалай? Бағана ақша 5 миллион айына тапсам. Жұлдыз ханым, қазір 1 минут Бақыт ханымды аяқтап алайық, иә? Бір-бірімізді құрмет қылайық, қыздар. Иә. Бақыт ханым? Да. Нақты қалау жоқ, не қалайтынымды білмеймін. Не істеп атқанымды білмеймін. Не ұнайды маған білмеймін. Не керек маған білмеймін. Жасыңыз қаншада, Бақыт ханым? 60-ға келіп қалдым. Нормально. Күлдіңіз. Заты өзімен жұмыс жасап жатырмын деңізші. Иә. Молодец. Бақыт ханым, нақты цифра қойыңыз. Ай сайын 500 мың табам, 500 мың керек, или миллион керек деген сияқты. Нақты қалау болғанда ғана сол сумма келеді бізге, е ма? Жалғастырсам болады ма? Иә, болады. Менің установкам қандай болды деймін да, айына 5 миллион тапқым келеді, айына. Бірінші, енді айта берейінші осы жерде енді үлкен кісілер. Toyota Camry 75-ті аңсап жүрмін. Көшеде де солар кездесе береді, алдынан шыға береді.
Сильно хочу шынымен машинаны. Бірақ бағанағы неге келген кезде мен сөйлесіп жатырмын қызымда. Мен осы ақша табуға келген кезде енді 5 миллион емес, қазір айына бір 400 мың, 500 мың кіріс бар. Бірақ ол менің нем емес, жұмысым емес, кәдімгі алдым бір машинамды сатқам, сол ғана кірісті. Ал продажбен жұмыс жасаймын. Ал ол болса қайқа жарататын едіңіз деген сұрақ қойып едіңіз ғой. Бірінші егер ақшам бар болса, бағанағы көмектесер едім деген ойыма бірінші сол келді. Кімге көмектесетін едіңіз? Зеленый базардың жанында тұрған апаларға деп ойлап өзім. Ол апалар кімге ұқсайды? Бірақ кәдімгі қазақтың кісілері кімге ұқсайды? Кімге ұқсайды дейсіз ба? Иә. Енді жағдайы жоқ, баласы қарамай кеткен, тастап кеткен кісілерге ұқсайды. Сондай адамды бірінші қай жерден көрдіңіз? Бірінші Зеленый базардың жанынан. Жоқ, кішкентай кезіңізде қай жерден көрдіңіз? Айтып отырмын ғой, бүкіл заттың басы бар. Басы кішкентай кезіңіз. Кішкентай кезімде ма? Кішкентай кезімде. Кішкентай кезімде жоқ, ондай көрмеппін. Кімге келеді ана картинка? Картинка ма? Білмеймін. Ойыма келіп жатқан жоқ сенге. Кішкентай кезімде апалар отыр. Көк зеленый базарда апалар отыр. Мен оған көмектескім келіп жатыр. Кімге ұқсайды апа? Білмеймін, Жанархан. Мамаңыз бар ма? Анам бар, аха. Қандай араларыңыз? Анаммен өте жақсы, Аллаға шүкір. Бірақ кішкентай кезінде сол бағана көп таяқ жегенбіз, білмеймін, 3 жасымнан бастап. Білмеймін, неге бізді сонша ұрған, сонша... Енді шаршаған ғой. Сол кезде бала қалай ойлайды? Енді жылап отыратынмын, анамды қатты ұратын әкем. Бала өзін кінәлайды. Қашамыз. Бала өзін кінәлайды. Мен кінәлімін, мама мен жақсы көрмейді. Мама мен жақсы көру үшін мен істеуім керек? Маманы жақсы көру үшін ол кезде 5 алуым керек, тәртіпті жүруім керек. 2 алып қалсаң, ол кезде кінәлісің, сен жамансың деген нәрсе ғой. Алмауымыз керек деген. Қазір өмірім мына ситуациямен қалай бір-біріне похожа, бір-біріне ұқсайды, келеді? Қазіргі өмір ма? Мен сол кішкентай кезімдегі сол нәрселердің барлығын, білмеймін, қыздарыма жасағым келмейді, балаларыма жасағым келмейді. Мамама жасағым келеді. Мамам Камри 75 алсам, сен молодецсің, сен күштісің, сен жақсысың. Базаршыдағы, жаңа көк базардағы көмектессем, сен жақсысың, сен күштісің, сен молодец. Условный махаббат. Келесі ханым. Жаз қойдыңыз. Саламатша. Айта беруге бола ма? Болады. Мен бір айда 1 миллион тапқым келеді, табыс. 1 миллионға шыққым келеді, және сол 1 миллионға өзіме деген қымбат киімдер алғым келеді. Потом өзімен айналысқым келеді, өзімнің ішкі терапия сондай алғым келеді, ішкі жан дүниеме үңілгім келеді. Сосын жарты ақшасын үйге жинағым келеді, болды. То есть миллион келді, миллионға киімдерді алып тастадым. Психикамен жұмыс жасадым. Ақшаны жоқ қылып тастадым да, тағы отырмын. Айна ханым, іштегі пустота. Ақшаны шашып тастап жатырық, байқап жатсыздар ма, қыздар? Көбіңізде осындай установка шығып жатыр. Көбіңізде осындай установка шығып жатыр, ақшаны шашып тастап жатырық. Тағы кім? Айна ханым, түсіндім. Ақшаны бейсаналы тұрғыда шашып тастау. Саламатсыз, Жанархан. Саламатсыз ба? Естіп жатыр ма? Мен күнделікті 500 мың тапқым келеді да, өзінде 12 миллион қарызым бар. Соны бірінші жауып тастағым келеді. Бірақ есептеп көрдім да бірінші. Есептеп көргенде күнделікті бір 10% қарызға төлеп, қалған бизнес ашып, солай істесем деп ойлаймын да. Ол қарыз, не алдыңыз ол қарызға? Менде басында мелочтан басталған тұғын. Сосын қазір декреттен 1 жыл болды. Онлайн жұмыс істеп жатырмын. Онлайн жұмысымдан күнделікті
Таяр дегенде ханым, бір ол просрочкада ма уже? жоқ, мен былай, короче, ананы жабу үшін мынаяқтан кредит алдым, мынаны жабу үшін мынаяқтан кредит алдым. Күйеуім білмейді. И Өсіп сосын, кетті. иә, өсіп кетті. Шынымды айтсам ше, шаршап кеттім. Ананы жабу үшін ақша іздеймін. Уже Күйеуіңізге 20 айтсаңыз не болады? Күйеуім айтсам, как будто ұрсатын сияқты. Аямай, білмеймін. Ол сіздің қорқынышыңыз ғана. Түсіндім, ми өшіп қалған. Ми өшіп қалған. Күйеуіңіз кімге ұқсайды, мамаға ма, папаға ма? Күйеуім, папам ұқсайды, қылықтары анда-санда. Вот, сол жақпен жұмыс жасап жүру керек. Қорқыныш. Все, кеттік дальше, қыздар. Жазып қойыңыз. Күйеуден қорқу, пападан қорқу деп. Кеттік. Содан келіп шыққан ба сонда? Ау? Содан келіп шыққан ба? Ну, пападан қорқып тұр кішкентай бала. Үлкен ересек ешкімнен қорқпайды. Кішкентай Сайора папасынан қорқып тұр. Кеттік дальше. Картаға қараймыз. Көрініп тұр ма? Бәріміз. Картаға қараймыз. Сұрақ. Ақшалы адамдардың қандай проблемасы бар? Дәулетті, ақшалы, бай адамдардың қандай проблемасы бар? Олар оны көбейткісі келеді. Жазамыз. Каждыйыңыз жазыңыздар. Айтпай тұрып жазамыз. Қандай проблемасы бар? Ақшалы, дәулетті адамдардың, бай адамдардың деп айтайыншы. Қандай? Негізі бай басқа, ақшалы басқа деген мағынаны білдіреді ғой негізі. Хорошо, бізде бірақ бай дей береміз де, ақшасы бар адамның бәрі бай деп ойлаймыз. На самом деле олай емес. Байлық бұл біздің деніміздің саулығы, тыныш өмір сүріп жатқанымыз, аспанымыз ашық, Аллаға шүкір. Ойымыз еркін жеткізе аламыз. Қорқпаймыз ешкімнен, тұншықпаймыз. Миымыз тыныш, жанымыз тыныш. Жеп-жеміз, балаларымыздың дені сау, міне осы байлық. Ең үлкен байлық. Еркіндігіміз біздің. Ақшалы, вот, дәулетті деп айтсақ болады. Вот, осы дәулетті адамдардың проблемасы. Вот. Болдық па? Айтсақ бола ма жауабын? Давайте. Бірінші суретті көрген кезде сразу бастық деген ой келді. Ал одан кейін сіздің ақшалы адамдардың проблемасы деген кезде ол сенімді қызметкер табу, ақшасын ұрламайтын сенімді адамды табу, олар үшін проблема. Ұрлау деп жазып қойыңыз. Жанар ханым, ары қарай мен Жұлдыз есім. Бұл картинканы көрген кезде бірінші маған бағанағы сұрағыңызға мынау келді. Проблемасы емес, мысалы 10 миллионға білім алу деген сияқты, сондай сразу маған сондай ой келді. Ақша білім алу керек па? Иә, білім алу керек деген нәрсе келді осы картинканы көрген кезде. Хорошо. Келесі. Мендегі картинканы көргендегі не әкесінің қасындағы балалармен отырғаны жаңағы білімді әкеден мықты ұрпақ жалғасатындығы сондай нәрсе миыма келді. Көз алдыма сондай. Әкеге отношенияңыз қандай, Жазира ханым? Жақсы. Әкем мені қатты еркелетіп өсірген. Ұлдардың арасында бір талғыз болдым да мен. Мамам қатал, бірақ папам менің арама көп түседі. Мамам інімді қатты жақсы көреді, күні бүгінге дейін. Бірақ папам мені жақтайды. Осы қызым ақылды, қызым жаны ашып тұрады. Хорошо. Түсіндім. Келесі ханым. Айтсам бола ма? Айтсам бола ма? Кезекпен айтыңыздар, қыздар. Бай адамдар бай болсам екен одан қаса деп ақшасын уайымдайды, ұйықтамайды. Ақшасын уайымдау. Жазып қойыңыз. Хорошо. Келесі. Мен айтайыншы. Хорошо.
ақшалы адамның қандай проблемасы бар дегенде, жаңа ортадағы кісіні ақшалы дәулетті адам деп көрдім. Ақшалы адамдар ақшамды кім тартып алады екен деп қорқады. Жазып қойыңыз. Ақшаны кім тартып алады деп қорқады. Рахмет. Мен айтайын. Рұқсат болса. Айна Менде ханым. бірінші Айна ханым айтсын, Ажар ханым, өйткені бағана бір кісімен етіп қалды. Мен айтсам, жауапкершілігі мол және мойнына көп алатын адам деп ойлаймын. Ажар ханым айтыңыз. қандай проблема деген кезде бірінші келген ой, проблема жоқ дедім да, и денемді тыңдаған кезде денем ішкі ощущением онымен келіскен жоқ. Мен бірінші әшейін ойымның айтқаны болды да, денем келіскен жоқ. И толықтай өзіме қарай сұрақ қойған кезде мынандай нәрсе шықты да, оның отбасылық құндылықтары ақшаның ғана ортасында, айналасында болады ау деген сияқты нәрсе да. Отбасының берекесі болмайды. Жазып қойыңыз. Ақшаң болса, отбасыңда береке қой. Ақшаң болса, құндысын, в общем. Келесі кеттік. Келесі картинканы берем. И сұрақ қоям. Каждыйыңыз өзіңіз жазыңыздар. Картинка көрініп тұр ма? Вот енді көрінді, да? Сұрақ. Ақшадан қандай жамандық келуі мүмкін сізге? Ұрлап кетуі мүмкін. Мен сөйлейін қазір, тоқтатыңызшы. Жазыңыз өзіңізге. Жанар ханым, маған мына картинканы көргеннен я победитель деген ғана келттім ойыма. Я молодец деңізші. Я молодец деп жазып қойыңыз. Кәсіптің шыңына жеткен кәсіпкер деп түсіндім. Қандай жамандық келеді деп жатырмын, қыздар, сұрақ. Менде Айжан айта беріңіз. Жамандық келуі мүмкін. Қыздар. Еркіндік келеді. Бәріміз сөйлейміз. Айжан ханым, бұл болсын ханым, бәріміз сөйлейміз. Еркін, менде жауап жамандық келмейді, тек еркіндік келеді ақшамен. Мен негатив сұрадым. Позитив керек емес маған. Маған негатив керек. Айтсам бола ма? Менде бірінші келген ой, оны алып қою мүмкін, могут забрать дедім. Потом кім деген сұрақ қойдым. Сол кезде туысқандарым қаржыға сұрай береді деген нәрсе келді. Қандай сұрақ еді? Қандай сұрақ? Қандай жамандық? Ақшадан қандай жамандық келуі мүмкін дегенде өлтіріп кетуі мүмкін деген сөз болды. Молодец, жазамыз. Мен айтсам бола ма? Өлтіріп кетуі мүмкін, қамап қою мүмкін, ұрыс керіс. Айтыңыз. Ақша көз тиюі мүмкін. қандай жамандық әкеледі деген кезде менде прямо өзгеріп кетем, тәкаппар болып кетем, менсінбейтін сияқты болып кетем. Соны жазып қойыңыз. Вот, молодец, соны жазып қойыңыз. Маған да сол тәкаппарлық деген келді, қорқынышты. Все, соны жазып қоямыз. Бұл сұрақ оңай болды, әкеледі дегенде ақшам көбейіп кетсе, менің жанұяма, жақындарыма қауіп төнеді деген қорқыныш келді. Хорошо, жазып қоямыз. Келесі сұрақты қоям, и келесі картинканы көрсетем. Қолыңда дәл қазір сен қалаған сумма тұр. Сен қалаған ақша тұр. Қолыңда сен қалаған ақша тұр. Ең бірінші қайда жұмсайсың? Қазір қайда жұмсайсың? Берешектерді жабуға. Барып берешекті жабуға. Қарыз жабам. Жазып қоямыз. Мен бірінші, егер қалаған суммам тұрса, бірінші барып Toyota Camry алатын едім. Сол келдің бе? Ой, Toyota Camry алам. Признание хочу деңізші, ашпын деңізші. Иә. Кредит төлеу. Кредит жазып қоямыз. Қарыз ештеңке жоқ болғаннан кейін мен баламмен бірге ең крутой ресторанға барып, наслаждаться етіп отыратын едім. Мен де білмеймін,
прямо қатты қымбат киімдерді алғым келіп тұрады. Қолыма сондай ақша келсе, өзімді күшті қылып сезініп, қымбат киім алып жүргім келеді. Мен бірінші денсаулығымды реттейтін едім и бір аптаға риксосқа кететін едім. Состояние көтерейін деп едім. Окей. Менде қалаған қарызымды жауып шетелге шығып қыдырып қайтатын едім. Шетелге шығам. Хорошо. мен қарызымды жауып стилімді өзгертіп киім алу керек, киім алғым келеді. Вот, қыздар сіздерге жауап шашып тастаймын ақшаны. Болды. Бәріңіздің жауабыңыз сол. Анда жаратам, мында жаратам, мында машина алам, үйтем, бүйтем, қыдырам, үйтем, бүйтем, сөйтем де ақшаны бәрін шашып тастаймын. В общем, сұрақтың жауабы. Ақшаны шашып тастау деп жазып қойыңыздар. Так, келесі бізде соңғы емес, предпоследний сұрақ. Қараймыз. Масштаб деген, өсу деген сен үшін не? Масштаб. Нөлден бастап жұмыс істеу. Жазып қойыңыз. Еркін өмір сүру. Жазып қойыңыз. Масштаб деген білім алу бірінші келіп тұрған. Доход көбейту, жазып қойыңыз. Масштаб халықаралық деңгейдегі компанияны ашу. Халықаралық деңгейдегі бизнес құру. Жазып қойыңыз. Масштаб дегенге маған деген Адамдарға пайдалы болсан, масштабқа шығасың. Жазып қойыңыз. Пайдалы болуым керек масштабқа шығуым үшін. Ну, то есть, условный махаббат, е? Жазып қойыңыз. масштабқа шығу деген менде сразу ойыма келгені экранға, видеоға өзіңді көрсету. Ұялмай сөйлеу, экранға ұялмай шығу, солай. Хорошо, жазып қойыңыз. Все, соңғы сұрақ, қыздар. Сенің қолыңнан не келеді, не істей алатын едің? Вот сенде ақша бар, елестет. Сенде үй бар, сенде сен қалаған машина бар, сен саяхаттап жүрсің бүкіл әлемді. Бәрі бар сенде. Денсаулығың бәрі бар. Бала шағаң бәрі дұрыс, дені сау, аман. Отбасыңда береке бәрі бар. Вот полный ақша бар сенде, ақшаға мұқтаж емессің. Қарыздарың жабылған, ешқандай қарыз жоқ. Сауапты істер көп жасау. Вот сол сауапты іс, немен айналысатын едің? Не беретін едің? Мен өзімнің производствомды халықаралық деңгейде масштабировать ететін едім. Потому что Қазақстаннан транспортировать етпей, әр мемлекетте жасайтын болатын болсаң, производствоны жеңілдетуге болады. Масштабқа шығатын едім. Ал Қызметті ашыңыздар. Служить етем деп атқанда ашыңыздар. Қызмет, қандай қызметтің түрі? Конкретно не істейсің? ал Менде осы Жан бар. дүниесімен айналысқым келеді. Бәрі бар болса, менде именно адамдардың жан дүниесімен айналысқым келеді. Прям. Адамдардың жан дүниесімен айналысу деген не ол? Кім ол? Қандай профессия? тоқта, тұра. Осы психология, психологияға именно. Ал Жанар ханым, менің нем, сіз барлығы бар дедіңіз ғой, иә? Ары қарай не істеймін? Бәрі бар. Егер бәрі болса, мен зекет беру сонымен айналысатын едім. Мешіт салу үшін. Иә. Адамдарды спасать ететін едім деп атсыз. Енді зекет беру үшін де бір нәрсеңіз болу керек шығар? Жоқ, бағана айттыңыз ғой, бәрі бар деп. Қолыңда бала шағаң, машина, үй бәрі бар, ақша бар. Ары қарай зекетті беріп айналысатын едім деген. Бірінші ойыма келді, сол келді ойыма. Жанар ханым, мен именно осы жерде тұрып қалғам ғой. Мен бұрынғы жасап жүрген дүниелерім бәрі уже маған қызық емес. Мен одан проф болып тұрмын. Немен айналысатынды да осы 5 жылға дейінгі көз алдымда тұратын.
Но қазір менде после умрадан келгеннен кейін менің уже ойым өзгеріп кетті. У меня обновление, да, былай айтқанда ше. Тура осы сұрақтың айналасында мен қазір тұрып тұрмын ғой. Сұрақ белгісі тұр да менде. Дальше что? Потому что я адам өзі түсіну керек та, служить ету керек. Ол ақша запросқа қарай келетін, оны былай айтқанда зрелый адам негізі оны түсінеді. Негізі адамға көмектеске білгенде, сен кәдімгідей полезный болған кезде да. Бірақ ол полезный болатын нәрсені адам өзі махаббатпен жасау керек та. Менде до этого жасап жүрген дүнием бәрі махаббатпен болғанда, а қазір менде обнуление, вот. Мен дальше не деген дүние тұр менде. Немен айналыстыңыз, Арайлым ханым? Мен ба? Немен ғой, продажамен айналыстым. Не саттыңыз? Жаңа курстар. Қандай курс саттыңыз? Ау? Қандай курс саттыңыз? Продажа бойынша. Сату бойынша саттыңыз. Иә, сатуды адамдарға үйреттіңіз, иә? Иә, аха. Енді сізде нақты мақсат жоқ па? Мида? Мен, вот видите, мен именно уже ол тапқан дүние, оны үйрететін дүниелер мен уже жандырып тұрған жоқ қазір. Я хочу что-то другое, вот мен полезный бола алатынымды оны түсініп тұрмын, ол жағын бәрін түсініп тұрмын да. Вот, бірақ енді дальше ары қарата, или маған крупный дүниені сату керек шығар, вот 100 миллионның затын ба, вот мен түсінбей тұрмын да, соны, может, үйлер сату керек пе екен деп ойланып тұрмын да. Потому что бұрынғы маған қазір 3 миллиондық сату, 2 миллиондық сату деген мені уже жандырмайды. Сен ақшаны қайда жұмсадыңыз? Ақша запросқа қарай келеді ғой, енді өзімнің не хочу, шетелге шыққым келе ма, бауырларыма көмектескім келе ма, өзіме ма, массаж, спа, жалпы. Мен ол нәрсенің бәрі соған байланысты келетін ақша. Мен оны келетін түсінім, сол жаққа жұмсадыңыз, иә? Иә, оны именно ақша запросқа қарай келеді, соған байланысты мен жұмсадым. Яғни, мен осындай цель қоятымын, сол цельге қарай жүретімін, и соған байланысты ақша табатымын, сол жаққа баратымын. Енді сізде цель жоқ, түсінгенім. Менде қазір обнуление болып қалды, вот мен түсінбей тұрмын да, мен миымда жоқ, мен миымда, мен дальше кіммін деген сұрақ қойып тұрмын да өзіме. Тұрмыстасыз ба? Жоқ. Жасыңыз нешеде? 25-те. Жасыңыз нешеде? 25-те. Тұрмыста емеспін. Жасым 25-те. Мама, папамен отношения қандай? Жақсы. Жақсы ол қалай? Спокойно құшақтап, еркеленіп. Иә. Ойыңызды ашық айта аласыз ба? Иә, мен енді папам жоқ, папам қайтыс болып кеткен, бірақ енді мамам бар, Аллаға шүкір, өте еркінбіз. Ол жағынан, бірақ енді әкем жоқ болған үшін мен проработка, жаңағы тоже мышление бойынша жұмыс жасағанмын. Баяғыдан ол адам ақша тауып бастаған кезде мен уже 300 мың тауып бастаған кезде мен психологтармен жұмыс жасағанмын. Потому что енді айналам бәрі сондай кісілер болғаннан кейін. Былай айтқанда менің онда ата-анама обида ештемен былай қалған жоқ. Мен енді өзім емес, сізде цель болды, чтобы что-то доказать. Енді қанша эксперттермен, қанша бизнес барлармен жұмыс жасап жүрміз ғой. Астын копать ететін болсаң, доказать ету, осы доказать ету сіздерді бір белгілі бір шыңға шығарады. Когда мида галочка орналады ғой, доказать еттім, все. Мен алдым машина, мен елді көрдім, мен үй алдым, мен, например, бизнес жасап тастадым. Осы галочка қойылған кезде адам бүйтіп желі шығып нетеді. Уже қазір осы этаптасыз, уже басқа трансформацияның басталуы деген сөз. То есть цельді біз осы дүниелік қылып қойып тастадық та, үй, машина, там, саяхат, ақша, бизнес, анау деген сияқты. Енді сіздегі цель миссияға кетеді. То есть миссия дегеніміз уже реально адамдарға қызмет ету. Уже сізде цель басқашалай қойылады. Сол кезде ғана көзіңіз жанады. Бізге осы уақытқа дейін мен миссиямен жұмыс жасап жүрдім ғой. Материалдық қойып қойды да? Жоқ, мен мысалы мен өзім ата-анамда былай айтқанда ақшалы бар жерден шыққан адаммын да. Шыны керек, ондай фокустың бәрін ақша қойып қойған адамда емеспін. Но мен өзім миссиямен жұмыс жасайтын адаммын да.
былай қарағанда. Мен осы продажаға келген себебім де себебі өзімді жақсы көргендіктен болды да бұл нәрсе. Мен басында бұның ақшасын көздеген жоқпын, бірақ бұны жақсы көргеннен кейін маған айналамдағылар көп ақша төлеуге дайын болып кетті шыны керек ше. Мен бұның ақшасын жеп қалайын, мынадан ішіп қалайын деген нәрсе болған жоқ. Бірақ притом осы миссиям арқылы маған Аллах тағала ақшамды төгіп берді да. Мен оны жақсы түсіндім, потому что бұл менің қабілетім екенін, Аллахтың берген миссиясы екенін түсінген кезде ақша маған потокпен келді. Ал менде қазір бір сондай бір период, мен уже баяғы өйтіп жасап жүрген потогым, миссиям менікі емес сияқты да уже. Түсіндіңіз ба? Мен соны түсіндіре алмай жатырмын адамдарға. Маған ондай нәрсе емес. Мен духовностьқа да кетіп қалған сияқтымын бір жағынан. Бір жағынан уже сен умраға барып келгеннен кейін де түсінесің, бұл өмірдің де тоже дүниелігі де қатты маңызды емес екенін де. Түбі біз бәрі кететінімізді де түсінесің шыны керек. Или мен екеуінің ортасында тұрмын да. Арайлым ханым, осы интенсивтен нені аламын деп келдіңіз? Ау? Осы интенсивтен нені аламын деп келдіңіз? Негізі мен бұл интенсивіңіздің офлайн болады деп ойлап қалғам ғой. Жалпы бұл офлайн болады деп ойлап қалғам. Астанадасыз ба? Иә, мен офлайн деп ойлағам. Мен ана қызыңызға жазғам, ол бір күн жазатты, 2 күн жоқ. Сонымен мен түсінбедім. Сосын бүгін мен офлайн кездесеміз деп ойлағам. Сөйтсем бұл оказывается онлайн осындай не екен да, мынандай видеомен сөйлесетін деген. Офлайндікі 10 мың теңге қайттан жазылып келсеңіз болады. Воскресенье күні болады. Сөйтейікші, иә, онда. Давайте. Потому что менің вопростарым бәрі басқаша болып тұрды. И сізге кеңесім жеке келу лучше. Жеке ма? Хорошо. Онда ана қызға сөйтіп жазайын ба? Иә. Менеджерға солай жазыңыз. Жақсы онда. Жақсы. Дальше қыздар. Жазып болдық па? Немен айналысатын? Мен айтайыншы, халыққа сапалы қызмет жасау. Жандарым, сол қараңыздаршы, қызмет жасағым келеді деп жатырмыз. Осы қызмет конкретно не істеймін? Мысал сурет салам, мысал тігін тігем, мысал тамақ пісірем, мысал сөйлейм. Осыны сұрап жатырмын сіздерден. Бұл қандай өсіп жатқан тал? Өзіміздің Қазақстанның мысалы қазіргі жүндердің бәрі мен бизнес планын разработать етіп қойғам. Қазір шағын түрде ғана жасап отырмын. Жаңағы қойын прям производство тоқылған тоқыма киімдерді Қытайдан, Турциядан емес, Қазақстанның бренді. Мен өзім атыма уже брендті тіркеп қойғам. Соны тек қана Қазақстанның өзінде ғана өндіріс емес, мысалы, тот же самый Қытайдан барып мен өз өндірісімді ашқым келеді. Тот же самый масштабқа деген осының алдындағы деген сұрақта масштабирование деген кезде халықаралық деңгейде өскім келеді деген, соны нақты масштабировать еткім келеді. Сол производствоны. Европаға да, бәріне де. Ол болады, иншалла. Нақты бутончикаға стратегия жүру керек сізде. Жүйе, блоктарды алып тастап, стратегия құрғызсаңыз, ол болады негізі. Басқа ханымдар? Саламатсыз ба? Мен атым Гүлжамал. Вот мен қандай сіздің сұрағыңызды қандай адамдарға не істейтін? Мен бар ғой, вот так хочу кондитерский ашып, адамдарға жұмыс беріп тастасам. Адамдарға жұмыс бергім келеді. Иә, адамдарға жұмыс бергім келеді. Кондитер ашып, адамдарға жұмыс бергім келеді. Кондитерді өзіңіз білесіз ба? Да. Жасадыңыз, иә? Ұнайды, иә, сізге? Ұнайды. Тамақ жағынан ұнайды. Иә. Вот, осы, получается, біз бәріміздің миссиямыз бар. Осы айтып отқандарымыздың барлығы негізі миссия, қыздар. Бәріміздің қолымыздан бір нәрсе жасау келеді, по-любому. Вот соны ақшаға айналдыруға болады. Ақшаға айналдыру үшін біз қызмет қылу керекпіз да. Біз қызмет қылудан қашамыз негізі. Көмектесуден, пайдалы болудан қашамыз. Қорқынышты бізге. Өзімізді ұсыну, басқаларға пайдалы болу қорқынышты. Осы қорқыныштар блоктар деп аталады, бағанағы установкаларымыз. Негізі вот келеді қолдарыңыздан. Иә, келеді. Басқасына баруға болады ма сізге? Болады, болады. Сізбен второй разговор жүрміз сізге? Иә, болады, қыздар. Кейде жеке барғысы келеді, ондай жағдайларда болады. Менеджерға жазамыз, хорошо? Хорошо, жақсы, рахмет. Басқа қыздар? Сонымен кім немен айналысып жатыр? Мен ательені киімді брендке айналдырғым келеді.
Киім сатасыз, иә, Тоғжан ханым? Киім тігіп сатам, иә. Вот, күшті сіздікі. Өзімнің брендімді қалыптастырғым келеді. Өте күшті. Ал мен продажамен айналысқым келеді, продажа. Бағанағы сату маманы только. Неде қазір данный момент черный тмин бехаят сода істеймін. Ары қарай сол немді өсіргім келеді. Любой нәрсе сатудан тұрады, қыздар. Нені сатасын соған байланысты. Мен медикпін, медсестрамын, жай ғана таңертең 8-ден кешкі сағат 6-ға дейін регистратор плюс медсестра отырамын жай ғана. Қалай расширация етуге болады ол болсын, ханым? Соны білмеймін. Мен барлық нәрседен қорқамын что-то. Қазіргі дем бәрі солай шығады. Система салып берем үйіңе барып, укол салып берем үйіңе барып болады ғой. Да, олай да жасадым, қазір уже онда барғым келмейді. Неге екенін білмеймін, барғым келмейді. Маған ұнамайды, осы сфера маған ұнамайды. Жоқ, наоборот, система салған нелердің бәрі ұнайды. Просто ақшасы азайып кетті. Алдында ненің кезінде, жаңағы ковидтің кезінде 5 мың, 7 мың солай салатынбыз бір система. Ал қазір 3 мың теңге вообще азайтып жіберді. Сол үшін де барғым келмейтін шығар. Жалпы жұмыс зарплата болғандықтан, стабильный зарплата болғандықтан мен сол жерде жүрмін ба, болсын ханым? Иә, себебі үйімді мен ипотекам бар, ипотекама жабатын ақша ғана жұмысымнан алам болды. Қалған жақтан мен ұстамын полный. Қарызда мен ұстамын. Как будто жұмыстан шығып кетсем, зона комфортадан шығып кететін сияқты, ақша келмейтін сияқты, иә? Мен уже соңғы 5 айда 3 рет жұмыс ауыстырдым, білмеймін. Біреуінің ақшасы ұнамайды, ақшасы ұнағанның адамдары ұнамайды, солай қиын, білмеймін, осындай бір сәтте келіп тұрмын. Түсіндім. Стабильностьқа жабысу, да? Қорқыныш деп жазып қойсаң. Иә, шынымен де сіз айтпақшы, бағана қорқыныштарыңыз көп, иә? Иә. Соны жеңе алмай жатырмын. Жеңу керек емес, жұмыс жасау керек онымен. Аха. Хоп, басқа қыздар? Мен телесный терапия жасаймын. Бірақ қараңыз, қайта мынандай жұмысқа жүгіріп кете беремін, ана жақтан білмеймін. Мынандай жай жұмыс болады ғой. Соған қарай жүгіріп кете беремін, ананы білмеймін, қорқам ба жасауға. Алға қарай жүруге қорқам ба, или проявляция етуге ма, сондай болып тұр. Сіз психологсыз ба? Телесная терапия. Түсіндім. Соны дамытуға болады. Иә, вот бірақ ана кісілердің алдына. Иә, вот соны дамытуға болады. Иә, вот қорқып тұрмын. Қорқам, себебі білімсіз деп ойлаймын өзімді. Өзімді құнсыздандырамын, сосын барамын да жаңағы мына кісі сияқты жұмыстарға кетіп қала беремін, бірақ ол жерде істегім келмейді ана жұмыста. Түсіндім. Қорқыныш. Жанар ханым, мен де мана деген немен руханимен айналысқым кетті. Мен қазіргі жұмысын негізінде мен ісімім оқыдым, видео түсірем, но бірақ дальше мен не істеу үшін, адамдарға қызмет жасау үшін мен қорқам. Просто өзіме сенімсізбін. Түсіндім. Қазір айтып жатқан установкаларыңызды көрдіңіздер ма? Қағаздарыңызды қараңыздар өздеріңіздің. Вот осы установкаларымыз бағана басында айтып кеттім, я? Біз көп ақша табуымыз үшін, бай мышление қалыптастыруымыз үшін, адамдарға қызмет етіп пайдалы болып қалаған, спокойно өмір сүруіміз үшін, ақша дей бермей, спокойно өмір сүруіміз үшін мына установкаларымыз кедергі болады екен. Қазір қараңыздар өздеріңіздің установкаларыңызда қандай установка шықты. Ақша ұрыс-керіс деген шықты біреулеріңізде. Ақша пахат етіп жұмыс жасау керек, өліп талып жұмыс жасау керек, сонда шығады. Бір нәрсе істеуге ұсынуға қорқам, өзімді құнсыздандырам деген сияқты. Бұның барлығы біздің установкаларымыз. Осы установканың басы бар, басы кішкентай кезімізде. Белгілі бір жағдай болады. Мысалы, өткенде 120 миллионға бір қарызға кіріп кеткен бір бизнесі бар бір кісі келді. 4 бизнесі бар. 4-еуін бір-бірімен былықтырып жатыр. Бір жағдай болады. Қазір, например, 30-дамыз, 40-дамыз, 50-деміз бір жағдай болады өмірімізде. Сол жағдайда ми бізде 3 түрлі әрекетті жасайды. Бей, беги, замри. Осы әрекет кішкентай кезімізде жасаған әрекет еді. Мысалы, бір жағдай болды, біз бала болғандықтан, бала либо қатып қалды, шоққа түсіп қалды, қорқып.
либо өзіне шабуыл жасады, агрессия, ашу, айғай, шу, төбелесу, либо қашып кетті қорқып. Тура осы үш әрекетті жасаймыз. Кез келген проблеманы қашып кетпей, қатып қалмай, или шабуыл жасамай, өзіңізге сұрақ қоясыз. Қалай? Осы проблеманы шеше алмай тұрған пәленшенің аты, өзіңіздің атыңыз айтты. Мысалы, мен өзім атым Жанар, мен Жанарды айтам. Жанардың жасы нешеде? Өзімізге сұрақ қойған кезде ғана осы болып жатқан жағдайдың басы кішкентай кезіміз дедім ғой. Сол кішкентай кезіміздегі болған жағдайға прям мына жағдай келеді. Жағдай келген кезде біздің сезген эмоцияларымыз похожи болады. Звукты өшіріп тастаңыздаршы, қыздар. Рахмет. То есть соған ұқсайды. Сол кішкентай кезімізде не сездік, қандай эмоция болды, қорқтық па, дірілдеп, қазірде тура соны қорқып жатырық. Осы эмоция бізді якір дейді, осы ұстап тұрады. Осы эмоцияны жіберсеңіздер болды, сіздердің миларыңыз уже басқаша жұмыс жасайды. Уже сіздер проблеманың үстінен қарай алатын, оны шешетін ересек позицияға өтетін боласыздар. Кеттік, онда кішкентай ғана қазір проработка жасаймыз, сонымен бүгінге аяқтаймыз. Бір жерге отырып алыңыздар, ыңғайлы бір жерге. Жанар ханым, сіз қазір жаңа айттыңыз ғой, сіз айтып жатырсыз, мен сол сұрақты өзіме қойдым да. Соны кеткен кезде мен 8 класты бітіріп, то есть 7 класты бітіріп 8 классқа Алматыға оқуға келген кезде, папамдардың, достарының үйінде болған кезде 90-шы жылдары оның қызын рекеттер похитили. И содан кейін барып, олар жақсы, байқуатты тұратын адамдар болған. Қазір мен конкретно өзімнің установкамды прям құйрығынан ұстап алдым десем болады. Молодец. Ақша болса, значит, өстіп мыналар ұқсап ұрлап алып кетеді. Ол менің денемде қорқыныш, волнение. И оларды өмірін өзгерту деген, олардың өмір сүріп жатқан өмірі менікінен өзгеше болды. Значит, ол мен өмір өзгерте аламын. И одан кейін барып, оны ақшаны надо сохранить и приумножить дедім, ақшаң болса сен құндысың деп, олардың авторитетный адамдары болатын ол кісілер. И оны біреулер алып қоюға болады, еще даже могут арестовать деген нәрсе шыққан. Сотпен мәселе. И соның бәрі, қазір мен осы сұрақты қойған кезде, мен 7 класты бітіріп, 8 классқа Алматыға оқуға келген баламын. Оғанға дейін мен ақшаға байланысты былай ата-анамның әңгімесін естігенім жоқ. Но конкретный сол ситуация мен көз алдымда қалған. Осы денедегі қорқыныш қана сізді ұстап тұр. Бізді психика қорғайды. Мына мидың бірақ функциясы бар, бізді аман, сау сақтап қалу болды. Когда мына қорқыныш көтереді, психика бізді қорғайды. Ақша керек емес бізге, хозяин. Тыныш отырайық. Болды. Жауып қояды. Поток осы кезде ақша блоктары осы кезде жауып тұрады. Кеттік онда проработкаға. Өзіңізге ыңғайлы жерге отырып алыңыздар. Жат deyip айтатын едім, жат ұйықтап кетесіздер. Сол үшін отырғаныңыз дұрыс. Осылай мен сияқты өзі отырып алыңыздар. Олай деп қалдым кәкіптей. Так, Жазира ханым, микрофон өшіреміз. Кетті қыздар, көзімізді жұмамыз, терең-терең демаламыз. Көзімізді жұмамыз, терең-терең демаламыз. Өзімізді бос қоямыз, ештеңкені ойламаңыздар. Өздеріңізді бос қойыңыздар. Аяқтың астын бос қоямыз. Тізе, бел, арқа, саусақтарымыз, қол, бос қоямыз өзімізді. Тістеріміз арасы, қабақ, полный бос қоямыз. Өзіңізді просто балбыратыңызшы, бос қойыңызшы өзіңізді. Расслабьтесь дейді ғой. Бос қойыңыз өзіңізді. Логиканы өшіреміз. Логика бізге керек емес. Айтамыз.
Мен үлкен ақшадан қорқамын. Мен үлкен ақшадан қорқамын. Үлкен ақша маған мені бұзады. Үлкен ақшаң болса, үйіңе ұры түседі. Үлкен ақшаң болса, осындай болады, например, ұрыс-керіс болады. Үлкен ақшадан қорқамын. Үлкен ақша жамандық. Үлкен ақша жамандық. Айтамыз. Мен үлкен ақшадан қорқамын. Осы қорқып тұрған, осы қорқып тұрған, сіздің жасыңыз нешеде? Осы қорқып тұрған сіздің жасыңыз нешеде? Бір цифра келді. Любой цифра. Ол цифра дейді, кішкентай кезіміз. 15 жасқа дейінгі цифра. 10, 7, 8, 3, 2, неважно, 5, мүмкін 7, 8, 9, әр түрлі цифра болуы мүмкін. Осы қорқып тұрған кішкентай сенің жасың нешеде? Сол кішкентай өзіңнің қасыңа бар. Қазіргі сен жасың нешеде? 30, 40, 50, неважно, 60, неважно. Сол кішкентай өзіңнің қасыңа бар. Ол қай жерде тұр? Кімнің алдында тұр? Не істеп тұр? Сол өзіңнің версияңның қасына бар. Үлкен ақшадан қорқып тұр. Себебі бір жағдай болды. Екі қолынан ұстасаңыз болады. Өзіңіздің атыңызды айтыңыз. Мен атым Жанар, сіз өзіңіздің айтыңыз. Жанар, жаным сол. Мен сені қолдаймын. Сен мен үшін бағалысың. Мен сені жақсы көрем. Мен сені өзім тыңдаймын. Маған не болғанын айт. Неге ақшадан қорқып тұрсың? Ол сізге өзінікін айтып береді. Сөзін бөлмей, просто тыңдаңыз оны. Жылағыңыз келсе, жылауға рұқсат беріңіз. Ол айтып отыр. Мені ұрды, ұрысты, ақшамды алып қойды, ақшамды жоғатып алдым. Сол кезде не сезіндің? Өзіңді қалай сезіндің? Сол кезде өзімді осылай сезіндім деп айтып отыр. Сенің ешқандай кінәң жоқ. Сенің ол жағдайға мүлдем қатысың жоқ. Әркімнің өзінің таңдауы бар. Мен сенің қасыңдамын. Мен сені қатты жақсы көремін. Сен мен үшін бағалысың. Бүкіл әлем саған қарсы тұрса да, мен сенің қасыңдамын. Маған сенсең болады. Мен сені қолдаймын. Үлкен ақша адамды бұзбайды. Ол адамның өзі сондай. Ақша просто ол власть адамның нағыз болмысын көрсетті. Үлкен ақша керісінше мүмкіндік. Сен үлкен ақшаға лайықтысың. Мен саған үлкен ақшаға рұқсат берем. Үлкен ақшаның келуіне рұқсат берем. Қалауыңды айт. Осы сенің қалауларың бізге энергия береді. Бізге күш береді. Бізге қуаныш сыйлайды. Сенің қалауыңды өзім орындаймын. Құшақтаңыз. Сол кішкентай қызды ішіңізге, жүрегіңізге салып жүрсеңіз болады. Енді екі қолыңызбен жүрегіңізді ұстаңыз да, айтыңыз. Сен менімен біргесің. Сен әрқашан менімен біргесің. Мен сені үнемі тыңдаймын. Сен мен үшін бағалысың. Мен сені өзім қорғаймын. Терең-терең демаламыз.
көзімізді ашамыз. Кім жасай алды, кері байланыс. Жанар ханым, мен бағанағы айтып отқан кезде бір нәрсе есіме түсіп кетті. 5 жасында ғой деймін. Жоқ, 1-ші сынып оқимын. 6 жасында маған ақша сұраймын, анамнан ақша бермейді. 1 сұраймын, 2 сұраймын, шоколад аламын ғой. Енді шоколад жегіңіз келеді магазинге барып. Соны бір күні апамның кошелегін алып кеттім үйден. Кошелегін алып кеттім. Ішінде 10 теңгелік жасыл, 1 теңгелік жаушықым деген жерде тұрғам. В общем, кошелек сырты есі, бәрі есімде, былай кнопкамен ашылады, кішкентай. Соны апарып, ой, рахаттанып, шоколад жеп, ананы сатып алып, мынаны сатып алып, үйге ақшасыз келем ғой, кошелекті алып. Анам күтіп алды да мені. Өліп таяқ жеген емес. Қолымның ізі қан талағанша ұрды ғой, братала. Содан кейін мүмкін ақша, енді сол есіме сразу сол есіме түсті. Өліп әлі таяқ жегенінде, залда таяқ жеген есімде. Енді ақша сұрадым, маған бәрібір бермейді ғой ақша деп ананы ұрлап алып кеткен ғой енді. Сонда бір шоколад жеу ғой енді, басқа нәрсе емес. Барып Батыс деген шоколадтар бар еді ғой кезде. Соларды жеп, бәрін құртып үйге келгенім, анамнан өліп таяқ жеген есімде. Одан кейін ақша көрген жоқпын. Маған бәрібір ақша бермейді. Қазір өмірімізге қалай әсер етіп жатыр? Ақша сізге келмейді. Осы установканы жазып қойыңыз. Бала тәтті жегісі келеді, ойнағысы келеді, алғысы келеді. Оның кінәсі жоқ. Мен айтуға бола ма? Болады. Мен айтайыншы. Мен бағана ақша деген не деген кезде қиын келеді деп установка шыққан. Қазір установкаларым шығып жатыр. Кішкентай кезімде 90 жылдары әкем мен анам жұмыс істейді. Сол кезде ақша бермеуші еді ғой. Немен продуктымен беретін, май, рожки, жұмыртқа, ақша мүлдем көрмейтінбіз. Сол кезде бірдеңке алғым келеді, сол кезде біз бір неде тұратынбыз ауылда. Сол кезде доңғандарға барып поляда жұмыс жасайтынмын, пияз отайтынмын. Сол кезде қазір есіме түсіп отыр ғой. Ондамын сол кезде, 2-ші класс оқимын ғой. Сол күн астында пияз отап, қияр жинап, дарбыз тиеп, сол қиындықпен. Ақша қиын келеді. Одан кейін ақша қиын болғанда келеді, айына 1,5 миллион. Содан аспайды. Қанша жыл болды, уже қанша әрекет жасаймын. Ақша қиын келеді, Айжан ханым, сіз үшін. Ақша қиын келеді. Мен егер тағы да больше ақша табуым үшін, мен тағы да больше жұмыс жасауым керек. Менің оған энергиям жоқ. Осын жазып қойыңыз. Қиын келеді. Жылауға от души жылап шығарып тастау керек. Бұл эмоцияның бәрі шығып жатыр деген сөз. Психика өзін осылай тазартады. Мен айтсам бола ма? Менде тоже кішкентай кезімде папам қатты ауыратын еді. Күнделікті ауырып жататын. Біз магазиннен алыс тұрдық, бір ауыл өтіп барып продукт әкелетін едік. Сол кезде мені жіберетін еді, сен барып жаңағы үйге керектін алып кел деп мамам мені жіберетін. Мен бір талғыз болдым да 3 жылдың ішінде. Сонан артық ақша құртпа, Қазақстанда еш нәрсе алма, білесің папаң неғып ауырып жатқанын, бізді кім бағады деп сөйтеді. Бірақ магазинге барам, маманың айтқан затын әкелем да, бір тиын артық ұстамайтын едім, қызығып қайтатын едім. Сол нәрселер келді да маған бірден. Маған ақша жұмсауға болмайды. Маған ақша. Сол үшін сіздің ішіңіздегі сәби, каждыйымыздың ішімізде сәби бар. Ол сізге энергия береді, ол сізге күш береді. Ол анау хочу, мынау хочу деп, ананы алады, мынаны алады. Когда запрет болмайды. Ол ештеңке істегісі келмейді. Ештеңке істегісі келмейді. Ақша табады, зачем, мен по-любому өзіме жаратпаймын ғой. Тапқым келмейді.
Аха. Установка. Жазып қойыңыз. Болады. Мен есіме түсті, 7 жасында ма мен әкеммен әкемнің інісін төлесіп жатқанын көрдім да, ақша үшін. Сосын тағы да есіме түскені, мен кішкентай кезімде ақша ұрладым да, мама мені ұрды да, неге біреудің ақшасын аласың деп. Содан кейін менде андай ішінде ақшаға енді жоламаспын деген сондай не болды. Молодец. Сондай шешім болды. Иә. Енді сіздің психика сізді ақша жаман дегендіктен қорғап жатыр, иә? Жолатпайды ол жаққа. Иә. Молодец. Мен айтсам бола ма? Болады. Менде сіңлім екеуміз кішкентай күнімізде баняға жібереді. Екеуміз ғана, мен 3-ші сыныппын, сіңлім 1-ші сыныпта, сондай баняға барамыз. Сол кезде мен қайтар ақшамда 20 теңге ғана болатын, автобусқа қайтатын. Ал ақшасыз автобусқа мінсең ұрсады. Сол үшін қайтар кездегі ақшамды жоғалтып алған, білмеймін. Қайда қойған, қайда түсіп қалған. Сонымен біз банядан шығып, қыстың күні екеуміз жаяу қайтып жатқан кезде, енді мені мінгізіп алды бізді машинаға, папамның таныстары. Сөйтіп, сол кезде айтамын да, мен кішкентай ақшаны жоғалтып жүрмін, егер мен бұдан көп ақша тапсам, жоғалтып қоямын деген ой екен, оказывается. Өзімді кінәлі сезінемін. Да, өзімді кінәлі сезінемін, что көп ақша тапсам, мен жоғалтып қоямын. Осындай сөз келіп тұр. Осыны жазып қойыңыз. Ол үшін мен зарплатамен жүре беремін. Зачем маған үлкен ақша тауып? По-любому жоғалтып аламын. Мен 6-шы класста бір қыздың сағатын, әдемі бір сағат алып келді мектепке. Сонымен сол сағатты мен қызығып сұрап алдым, тағайыншы деп. Сонымен таққан жоқпын, мектепте сағат ештеме тақтырмайды ғой, жүзік сағат тақтырмайды. Пальтомның қалтасынан салып, сабаққа кіріп кеткенімде жаңа қыз сағатын сұрады, сағатымды берші өзіме деп. Сонымен барып пальтомның қалтасын қарасам, уже ұрлап кетіпті сағатты. Сонымен оны мен ойбай кім ұрлады деп, оны ешкімге не қылмадым, айтпадым. Сонымен қыз мамасына айтыпты, менің сағатымды алып қойды деп. Сонымен мамасы ертесіне келіп, біздің үйге келіп, менің қызым сағатын, қымбат сағат 3 сом тұрады, соны сендер төлеңдер деп менің әкеме төлетті. Соны әкем маған ұрысты. Қатты ұрысты еді, білмеймін, бірақ есімде жоқ әйтеуір. Соның ақшасын төледім, сол ойыма түсіп жатыр. Иә. Құнды зат алмайсыз ба сол үшін? Құнды зат. Қазір өміріңізге қалай әсер етіп жатыр бұл жағдай? Құнды зат алам ғой өзіме, бірақ жаңа ойыма тек сол келді да. Өміріңізге қалай әсер етіп жатыр бұл? Ақшаға жоламайсыз ба или? Или ақшаны тез жаратып тастайсыз ба? Тез жаратып тастаймын. Кінәлі сезінемін. Тез жаратып тастаймын. Тез жаратып тастаймын, иә. Қолыма түссе қарамаймын, ештеңе жаратып тастаймын. Вот, иә. Жазып қойыңыз соны. Рұқсат па? Иә. Мен жаңағы установка дедім, сол басқа бір ситуациялар есіме түсті. Жаңағы кісілер қыздарын рэкет похищать еткен дедім ғой. Сол кісілер мен үшін жақсы авторитетный кісі болып мен қабылдаған. И мамамдар ол кісілерден какой-то момент қарызға ақшалама, ортада ақша жүреді. Сол кезде ол кісілердің мамамдарға, папамдардың сыртынан принижать етіп, айтылып отырған әңгімесін естігенмін да. И у меня ощущение, что сондай нәрседе ақшам көп болатын болса, мен жан-жақтағыларды начну принижать. Иә, деген қорқыныш. Ол адамдар маған авторитет болғанда. И жаңағы кішкентай ажарды құшақтайтын кезде, ол қай жерде отыр деген кезде, менің көзіме екі жер елестеді. Сол кісілердің гостиныйында отырмын, креслода. И еще ауылда жүрмін да. Екі жердегі ситуация. И бір ситуацияда олардың үйіндегі жаңағы рэкеттермен болған кезде сол үйде болғам. Екінші ситуация олардың жаңағы әңгімелерін мен ауылда естігем.
Мгм. Сол жерде екі жерде ажар. Бірақ ажарды қолыма ала алдым, жүрегіме салдым. Ана Инстаграмда қазір ТикТокта бар ғой, бүйтіп кішкентай алақаныма салып қоятын. Дәл сөйтіп алақаныма салып, құшақтап, жүрегіме сала алдым. Альхамдулилла, Мгм. Аллаға шүкір. Күшті қыздар. Вот көрдіңіздер ма, установкаларыңыз шықты. Бүгін барынша қопарып шығардық. Ертең енді осы шыққан установканы ауыстырамыз. Бүгін де травманы ашып тастап кеткен жоқпын сіздерге. Жаптық, ну, то есть, состоянияларыңыз нормально. Түсінікті болды сіздерге. Не үшін болды, қалай болды, қандай жағдай болды. Осы кезде мен қандай шешімді шығардым. Оказывается, бұның барлығы біздің түйген кішкентай баланың ғана ойлары. Енді осы ойды, осы түйінді, то есть осы шешкен шешімімізді, установкамызды ертең уже полный, біз қалай қалаймыз, біздің өмірімізге үлкен ақша келу үшін солай ауыстыратын боламыз. Осымен бүгінге бітті. Сұрақтарыңыз жоқ па басқа? Рұқсат па, мен сұрақ берейін деп едім. Мен қазір сіз айттыңыз ғой, бала кездегі бір ситуациялар естеріңе түсуі мүмкін деп. Мен қазір есіме алсам, мен кішкентай кезімде қатты да бір ақшадан қиналып деген болған жоқ. Шүкір Аллаға. Есіме түсіре алмай жатырмын да, что ақшаға байланысты какой-то бір травма болғаныншы. Бірақ қазіргі мына үлкен өмірде, қазір жасым 43-те. Бірақ менде бір нәрсе, жұмысқа мында кірем, долго не продерживаюсь. Бастықтармен келісе алмай қала беремші. Білмеймін енді, менің мінезімден ба, или маған сондай адамдар кездесіп қала ма, маған бір былай подчиненный бола алмайымшы, сол жаман нәрсем өзіме зиян болып тұр. Мысалға, казиноға кіріп жұмыс істедім, бір жарым ай ғана. Бағынбауды жаман деп қабылдап тұрсыз. Бағынбауды жаман, енді получается так, именно бастықтармен келісе алмай қалам, управляющийлармен былай. Когда они начинают приказной тонмен сөйлеп, ананы істе, мынаны істе деген кезде, нетем, қолымнан келген жасам, но если они начинают там, как бы, какой-то бір неден, границадан өтіп бара жатса, я уже начинаю на них, былай, управляющий ғой, бастық қой деп, үндемей қалмау жоқ та мендеші. Олардың, я как бы агрессию показываю, и сразу сол жерден зарплатаңды бермейміз, пофиг деймін, кетіп қала беремші. Андай немін, қалай десем. Тез ашуланыш дей ма, білмеймін. Біреуге бағынышты болып жұмыс істегім келмейді, и в семейной жизни это тоже мне очень не болды. Қалай десем, зияны тиді. Күйеуіммен де ылғи сонда келіспей қалушылықтар болды менде. Өйткені все-таки мужчина же, бала туып үйде отырып қаласың, ақша таппайсың, енді күйеуінің табысына қарап отырып қалған кезде анау керек, мынау керек дейді. Сол бермесе скандал шығарып жіберетін, сондай жаман әдеттерім бар еді, оны мойындаймын. Бірақ қазір в данный момент надо работать, я понимаю, уже дети уже студент болып жатыр, оларды өсіру керек, жеткізу керек. Бірақ маған біреудің алдында жұмыс істей алмайды екен, вот поэтому мне надо свой бизнес открыть деймін, бірақ неден бастайтынын білмей тұрмын ше қазір в данный момент. Не айта аласыз? Өзіңізде бастық болатын бір потенциал бар. Рахмет. Соны білмей тұрмын, неден бастап ары қарай алып кетуді ше. Но как өзім бизнесімді ашып істетіп көрген жоқпын. Я как-то работала, когда я еще декретте отырған кезде полностью на обеспечении мужа была. Шүкір Аллаға, күйеуім де жақсы табысты адам болды. Ничем не обдела, как там, ештеңеден қиналған жоқпын. Трансформация 35-45 жастың аралығында басталады, Аружан ханым. А то былай болып тұр ғой. Енді мынау жұмысқа кіргендегі немде мен түсіндім, что біреудің алдында істей алмайды екен. Мен лучше надо свое открывать деген понимание келіп отыр да қазір. Ең бастысы осы. Рахмет. Маған сол жол көрсетіп, мынандай деп ақылыңыз айтып бере аласыз ба? Қалай қылсам болады? Біз болжай алмаймыз. Біз сіздің ішіңізден, сіздің потенциалыңызды ғана шығарамыз. Хорошо, жақсы. Рахмет. Все, қыздар, онда запись сақталды. Сақтамайым деп айттым. Все, басқа қыздар кірмеді ғой. 35 қыз болса, соның 20 қыз ғана кірген болса, қалған қыздарға запись сақталып тұрады. Запись 3 ай көлемінде сақталады. Тағы да қарасаңыздар, тағы да басқа ақпараттар шығады негізі. Ертең бүгін біз установканың бәрін былай қопарып шығып, бәрін демеймін, барынша именно бізге әсер етіп жатқан установкалардың бәрін қопарып шығардық. Әлі де бар. Алдымен біз үлкен установкаларды, көзге көрінетін установкалармен жұмыс жасаймыз. Оның астында мелкий установкалар тұрады. Бұл мелкий установкамен уже сіздер психологпен жұмыс жасайсыздар. Осы мелкий установкалар негізі біздің өмірімізге басқарып атады. Подсознательно, да? Қазір біз
үлкен установканы, например, ауыстырған кезде сізде уже басқа инсайт, уже сізде басқа мүмкіндіктер, басқа адамдар, басқа жағдайлар сондай келіп жатады да. Соны жасаған кезде сізге үлкен ақша келеді. Бүгін біз диагностика жасадық, установканы шығардық, ертең уже осы установканы как я хочу тура солай ауыстырамыз. Все, мен онда эфирді өшірем, аяқтаймын и записті сақтап қоям. Жақсы, рахмет, Жанар ханым. Сау болыңыз, Давай, рахмет. Жақсы. Керемет видео болды, керемет сабақ болды. Рахмет. Эфиріміз күшті болды, рахмет, Жанар ханым. Амин, рахмет.